Қайырлы күн барлықтарыңызға. Мен бүгін сіздерге қатпарлы самсаны қалай дұрыс жасау керек екені жайлы айтып, рецепті толықтай көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, және де каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, сіздерге тағы да жақсы рецепттер шығаруым үшін міндетті түрде лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Лайк батырмасын баса кетсеңіздер, сіздерге менің жаңа видеоларым ашылатын болады. Ендеше мен сіздермен рецептте бөлісемін. Қажетті заттардың барлығын экранда жазып қалдырдым. Сонымен біз бастаймыз. Алдымен самсаның қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге жылы су және де тұз қажет. Жақсылап тұрып араластырамыз. Егер қамырыңыз қытырлақ болсын десеңіз, ол үшін жұмыртқаның сарысын қосып жіберуге де болады. Ал біз бүгін жай ғана тұз және сумен әзірлейтін боламыз. Қамырымыз қатты болып қалмас үшін, бірінші аз-аздан түйіршіксіз болу үшін ұнды салып бір араластырып аламыз. Содан соң орташа қатты қамыр илейтін боламыз. Аса қатты жұмсақ болуы қажет емес, орташа қатты болуы маңызды. Сіздерге видеода түсінікті болу үшін қалай жұмсақ екенін де көрсетіп өттім. Дәл осылай қамырымызды қалауыңызға қарай 3-ке не болмаса 2-ге бөліп аласыздар. Қамырымыздың бетін 15 минуттай жауып тындырып аламыз. 15 минуттан соң тағы да қолымызбен жұмыс жасап, тағы да тындырып алатын боламыз. Сол кезде қамырымыз біркелкі әдемі болып шығады. Самсаның қатпары бір-біріне жабысып қалмас үшін міндетті түрде кукурузный крахмал және ұнды араластырып аламыз. Егер де крахмал болмай жатқан жағдайда жай ғана ұнмен де жасай берсеңіздер болады. Егер де крахмал қосатын болсаңыздар, қамырдың қатпары бір-біріне жабыспай, әдемі қытырлақ болып шығатын болады. Аса қатты көп крахмал, тек қана крахмал қолданып жібермеңіздер, қамыр өте қатты болып шайналмай қалуы мүмкін. Сол себепті тек қана бір ас қасық крахмал қоссаңыздар жеткілікті. Және де қамырды дұрыс жаюдың тәсілінде келесі видеоларда айтып өтетін боламын. Қамырды жайған кезде оқтаудың ортасын емес, тек қана екі шетін ғана басып жайыңыздар. Ет асқандағы қамырдан кішкене қалыңдау болса жеткілікті. Дәл осылай сары майымызды ерітіп алып, қатты ыстық күйінде емес, әрине осылай құйып, барлық жеріне біркелкі жағып шығатын боламыз. Қамырымызға аса қатты көп сары май қосудың да қажеті жоқ. Орташа көлемде жағып шығасыздар. Сары майымыздың беті кішкене қата бастаған соң, екінші қамырымызды да жайып, дәл осылай үстінен қойып шығатын боламыз. Бұл қамырымыздың үстінен де дәл солай сары майымызды жағып шығатын боламыз. Сары майды кішкене салқын күйінде қалдырсаңыздар, ол беті қата бастайды. Содан соң барып қамырымызды біркелкі қатқаннан соң барып сары майымызды жақсылап тұрып қамырымызды орап шығатын боламыз. Ораған кезде аса қатты бос орауға болмайды самсаны. Ораған кезде самсаның қамыры нығыз әдемі көріну үшін міндетті түрде екі жанын бірдей, тек қана ортасын орап, шеткі жақтары жұқа жұмсақ, яғни бос болып қалмауы қажет. Барлық жерін бірдей алып орайтын боласыздар. Қатты нығыз оралған қамыр өте әдемі болып кесілетін болады. Бір сағатқа холодильникке қойып қоямыз қамырымызды. Содан соң біз салмасын дайындауға кірісетін боламыз. Салманы әркім әрқалай дайындайды. Мен ет, қалаған түрдегі ет, әрине қой еті, не болмаса сиыр еті және де картоп қостым. Кейбір кісілер картоп қоспайды самсаға. Әрине бұл өз қалауларыңызға қарай. Пияз қосасыздар және де дәмдеушілер зіре, кориандр, тұз, қара бұрыш және менде паприка. Паприканың сапасына міндетті түрде мән беріңіздер, және де зіре қосатын боламыз. Зіре, кориандр дегендер самсаның дәмін өте дәмді етіп шығарады. Және қалауыңызға қарай құйрық май қосуларыңызға болады. Еттеріңіз қатты майлы болса, оның қажеті жоқ құйрық майдың. Холодильниктен қамырымыз кішкене салқындағаннан соң алып, барлығын бір көлемде, яғни 3-4 сантиметрдей етіп кесіп алатын боламыз. Дәл осы көріністе көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың қатпарлары анық көрініп тұр, бір-біріне жабыспап қалмайды. Самсалардың көлемі біркелкі, әдемі бір тегісте шығу үшін міндетті түрде қамырды бір көлемде кесіп алыңыздар. Және де қолымызбен дәл осылай қатпарларын ашып шығатын боламыз, бір тегісте етіп. Қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Алдын ала қолымызды жаңағы ұн мен крахмалды араластырып алған араласпамызды сеуіп алып, содан соң жаятын боламыз. Самсаның қамырын жайған кезде қатпарлары бекіліп, жаңағыдай бітеліп жоқ болып кетпес үшін ортасынан шетіне қарай басып отыратын боламыз. Ортасынан шетіне қарай басатын болсаңыздар, дәл осы көріністе оның қатпарлары жабысып кетпейді. Мен алдын ала барлығын бірдей жайып алып, содан соң түйуге кірісетін боламын.
Қамырды терезені ашық күйінде жасамауға кеңес беремін, себебі салқын ауаға не болмаса қатты ыстық ауаға, ол ауа сквозняк болған кезде қамырымыз қаязып қалуы мүмкін, яғни кеуіп бір-біріне жабыспай қалуы мүмкін. Барлық қамырларымызға бірдей салмасын салып, дәл осы көріністе түйіп алатын боламыз. Мен әр қамырға орташа 2 ас қасықтан салдым салмасын. Әрине өз қалауларыңызға қарай салмасын көбірек етіп түйелеріңізге де болады. Қамырды жайған кезде аса қатты жұқа етіп жайып жібермеңіздер, себебі самсаны түйген кезімізде қатпарларынан ажырап кетуі мүмкін, яғни ашылып кетуі мүмкін. Сол себепті орташа қалыңдықта жайыңыздар, және салмасын аса қатты көп салып жіберуге болмайды. Барлық самсаларымызды түйіп болған соң, жұмыртқаның тек қана сарысына аздап сүт араластырып жібереміз. Бұл біздің жұмыртқамыз самсаның бетіне біркелкі тегіс жағылуы үшін. Жай ғана жұмыртқаның сарысын ешқандай сүтпен араластырмай жаға берулеріңізге де болады. Самсамызды қонақтарға не болмаса сондай мерекелік дастарханға жасайтын болсаңыз, міндетті түрде дәл осылай күнжутпен самсаның бетін мен көрсеткендегідей етіп жасасаңыздар, столда өте ерекше әрі өте әдемі болып көрінетін болады. Алдын ала жұмыртқаны дәл осылай жағып шығамыз, содан соң барып алдын ала тәрелкеге салып алған күнжутымызға дәл осы көріністе батырып шығатын боламыз. Ортасын үлкен бармағымызбен қатты баспаймыз, себебі жалпайып қалуы мүмкін самсамыз. Дәл осылай жеңіл әрекеттермен күнжутқа батырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай піспей жатып ақ өте тәбет ташатын самса болып тұр. Менде ақ күнжутым өте аз қалған екен. Сол себепті басқа түрдегі күнжут бар екен менде, дәл сол күнжутпен де осылай жасап көрсеттім сіздерге. Бұл да өте әдемі болып шықты. Сіздерге кеңес беремін, мерекелік столдарға бұл самса өте әдемі болып көрінеді. Алдын ала пешімізді 180-190 градуста қыздырып алатын боламыз. Қызған пешке саласыздар. Духовканы жағып бірден салуға болмайды, самсаларымыз қатып біртүрлі болып пісуі мүмкін, яғни құрғақ болып, сол себепті алдын ала қыздырылып алған пеште пісіретін боласыздар. Мен самсаны түйу барысында духовканы қосып қоямын, содан соң барып салатын боламын. Біздің қатпарлы самсамыз дайын. Келесі видеоларда мен тауық етінен жасалатын және сыр қосып жасалатын ерекше самсалардың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін сіздер міндетті түрде осы видеоға лайк басып және төменде өз пікірлеріңізді қалдырып, тауық етінен жасалған самсаның рецептін салыңыз деп жасаңыздар. Көп дауыс жинаған жағдайда мен міндетті түрде сіздерге жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.